Жидектерді сақтау. Құлпынай және таңқурай жидектерін қысқа сақтау тәсілімен бөлісетін боламын. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Жидектерімізді төртбұрышты ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, дана-дана етіп орналастырамыз. Мен жидектерімізді бір күнге мұздатқышқа салып сақтап қойдым. Даналанып сақталған жидектерімізді әртүрлі бағытта қолдануға болады. Жидектердің пайдасы өте зор. Жидектерімізді ыдыстарға орналастырып, қатты толтырмай қақпағын жауып қоямыз. Қысқа сақтау үшін мұздатқыш камераларына орналастырып қоямын. Өте тиімді, сіздер де сақтап қойыңыздар. Сіздермен болған қарлығаш.